Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті көрермендері, Қазгидромет алдағы күндерге арналған ауа райы болжамын ұсынды. Егер сіз өз тұрған қалаңыздың ауа райы болжамын бір күн алдын білуді қаласаңыз, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірдені лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда біз бастадық. Қазгидромет синоптиктері 6-12 мамыр аралығындағы ауа райы болжамын ұсынды деп хабарлайды Turkistan.kz Қазақпаратқа сілтеме жасап. Қазгидрометтің мәліметі бойынша 6 мамыр күні Алматыда көшпелі бұлт шығып, күн жауын-шашынсыз болады. Жел тұрып, жылдамдығы 5 миллисекундқа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде 1-3 градус, күндіз 17-19 градус жылы. 7-8 мамыр күндері күн ашық, желдің жылдамдығы 5 миллисекунд. Ауа температурасы түнде 6-8 градус, күндіз 18-20 градус жылы. 9 мамыр күні аздаған бұлтты жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы 5 миллисекунд. Ауа температурасы түнде 8-10 градус, күндіз 22-24 градус жылы. 10 мамыр күні көшпелі бұлт шығып, күн жауын-шашынсыз болады. Ауа температурасы түнде 10-12 градус, күндіз 24-26 градус болады. 11 мамыр күні көшпелі бұлт шығады, күн жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 2-7 миллисекунд. Ауа температурасы түнде 12-14 градус, күндіз 28-30 градус жылы. 12 мамыр күні көшпелі бұлт шығады, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік батыстан жел соғып, жылдамдығы 3-8 найзағай кезінде екпіні 15 миллисекундқа жетеді. Ауа температурасы түнде 15-17 градус, күндіз 26-28 градус жылы болады деп күтіледі. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.